2011 жылдың 26 желтоқсанда Самұрық-қазына басқармасының төрағасы болып Өмірзақ Шөкеев тағайындалды. Сол уақыттан бері 100 күн өтіпті. Аталған мерзім ішінде бұрынғы вице-премьер ұлттық әл-ауқат қорында тың бастамаларды көтеріп үлгерді. Соның ішінде орталықтандырылған қазынашылықты қалыптастыру, мемлекеттік сатып алу жүйесін жетілдіру, отандық өнімдердің үлесін көбейту сынды маңызды істер қолға алынған. Қызу жұмыстың басты нәтижесі алдағы 10 жылға даму стратегиясының қабылдануы. Атқарылған шаралар мен алдағы мақсат-міндеттер туралы Өмірзақ Естайұлы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне егжей-тегжейлі баяндап берді. Ұлттық қорға төраға болып тағайындалғанда маған елбасының берген арнайы тапсырмасы бар. Ол кісінің айтқаны, ұлттық қор, Самұрық-қазына біздің экономикамыздың жартысын құрайды. Оның ішінде 320 мың кісі қызмет жасайды. Семьялық коэффициентке көбейткен кезде 1 миллионнан астам еліміздің азаматтары осы компанияның құрамында қызмет жасап, күнделікті табысын тауып, өмірін сүріп жатыр. Сондықтан бұл компанияның ішінде болып жатқан жағдай мейлінше ашық болу керек, жариялық болу керек. Барлық қабылданып жатқан шешімдер, компанияда іске асырып жатқан үлкен жобалардың бәрі былайша айтқанда қоғамның көз алдында болу керек деген тапсырма берген болатын. Тілшілер тарапынан асқан қызығушылық тудырған мәселе қор компанияларының құрылымын оңтайландыру. Бұл орайда ауқымды жұмыс жүргізілуде. Басқарма төрағасы мәлімдегенде 2 жылдың ішінде 4 мыңнан астам адам қысқартылмақ. Осының арқасында биылдың өзінде әкімшілік шығындар 6,5 миллиард теңгеге азайтылады. Өзгерістер басқару аппаратында да жүргізіледі. Корпоративті басқару тиімділігін көтеру жолында директорлар кеңесіне жаңа талаптар қойылмақ. Компаниялардың құнын өсіруіміз керек. Олардың ана үлкен рынокқа шығарып, олардың жаңағы бағасын өсіруіміз керек. Келешекте ол компаниялар жаңа IPO арқылы халыққа акциялар таратылып беріп, негізі біздің мақсатымыз сол арқылы елдің әл-ауқатын арттыру. Солай болып табылады. Сондықтан біз өз компаниямыздың ішінде жаңа бұрын мемлекеттік органдар, жаңа министрліктер, өкімет, ол қай жерден компаниялар арқылы шетінен айтсақ былай жанынан үстінен жаңа совет директоры арқылы кіріп өзінің жаңағы саясатын жүргізе беретін тұғын. Оның ішінде көптеген пайдасыз болған компанияның тұғырынан алып қалған кезде пайдасыз. Былай қоғамға керек те шығар. Айтар бір зәулім бір үй салу керек, болмаса бір офис салу керек, сол сияқты. Ондай проекттер қазір шектеу қойылады. Өйткені біз нарықтық жағдайда жұмыс істеп жатқан компания, біз ондай жобалар болуы мүмкін. Бірақ ондай жобалар әбден сараптан өтіп, жаңағы совет директорлар кеңесі арқылы кіру керек. Жанынан ешқандай министерство бізге тапсырма берілмейді қазір, заңға байланысты. Сараптан өтіп, сондай жобалар біз алуымыз, бірақ ол жобаларды бөлек учет қалуымыз керек біз. Жаңа өткенде мен айттым, бөлек раздельный учет деген, коммерческий жобалар, социальный жобалар. Жаңа социальный жобаларды егерде бізге өкімет сондай тапсырма беретін болса, ол жобалар жасаймыз, бірақ ол үшін біз жауап бермейміз. Ол біздің жұмысымыздың сапасын анықтайтын көрсеткіштерге ол кірмеу керек. Баспасөз мәслихаты барысында халық арасында үлкен сұранысқа ие қолжетімді баспана бағдарламасы да талқыланды. Естеріңізге сала кетсек, 2020 жылға дейін Самұрық-қазына 3,5 миллион шаршы метр тұрғын үй салуды көздейді. Жалпы қор тарапынан қандай бақылау жүргізіледі деген сауал қойылды. Қазіргі біздің жасап жатқан бағдарламамыздың ерекшелігі, біз жекеменшік кәсіпкерлермен бірігіп жасайтын жоба бұл. Жекеменшік кәсіпкерлер бұл жоба мәселен бір үй салатын болса, оның құнының 20%-нан кем емес қаржы жұмсау керек, кіру керек. Жекеменшік компания ол да бәсекелестік жағдайда, біз де бәсекелестік жағдайда. Біз компания, Самұрық, сол үйге жауап береміз. Өзіміздің абыройымызбен жауап береміз. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жолы бұл жағдайда біз әр үйге, салынатын үйге, әр пәтерге, әр жаңағы шағын ауданға арнайы техникалық бақылау жасайтын компанияны тағайындаймыз. Технадзор дейміз ғой біз, техникалық бақылау.
Әр жаңағы үйге, жаңағы бір компанияға, бір жобаға айталық, бір компания болады. Ал әр үйге супервайзер деген бір кісі, соны біз жаңағы жұмысқа алып, сол жауап беретін болады. Сондай жүйені қазір біз құрдық. Негізгі құжаттардың бәрін бекіттік. Біздің мынау фонд недвижимость дейтін компания бар. Соған өте қатаң сондай тапсырмалар бердік. Сонымен қатар қор жетекшісі өзге инвестициялық жобаларды тілге тиек етті. Самұрық-қазына жетекшілігімен халықтық IPO, Балқаш жылу электр станциясының құрылысы, жаңа темір жол желісін тарту мен мұнай мен газ өндіретін кәсіпорындарды салу жоспарда бар. Баламалы қуат көздерін дамытуда назардан тыс қалмайды. Бізде Казатомпром дейтін компания бар. Сол жерде арнайы мамандар, дайындалған мамандар бар. Біз қазір барлық, бізде де 5-6 компаниямен айланысқан. Оның бәрін жинап алып, біз сол Казатомпромға бердік. Өйткені бір жерден шығу керек бұл мәселе. Бұл өте күрделі. Көп адамдар айта береді, міне альтернативный энергия, күннің несі, желдің несі, бірақ көрсеткіштер келген кезде, санау, есеп-қисап келген кезде көбісі білмейді. Есептеу керек. Міне айталық, басқа мемлекеттерде арнайы бағдарламалар бар. Сонда айтады, міне биыл біз 2%-ын сол альтернатив энергия арқылы алып отырсақ, 20-шы жылы 20%-ға жетеміз деп. Оған арнайы сараптау жүргізіледі. Бізде ондай жоқ. Бізде шын мәнінде, сосын ол қандай альтернативтік энергия қуаттың көздері? Бізде айталық күннің энергиясын пайдалануға болады, желдің энергиясын пайдалануға болады. Басқа елдер сияқты жаңағы толқынның энергиясын болмаса, ондай жоқ. Онда да зерттеулер бізде шамалы. Соның бәрін зерттеу өткізіп, барып, арнайы бағдарлама қабылдау керек. Ол өкіметтің тарапынан болу керек ондай жұмыс. Біз эксперимент ретінде Казатомпромда 2-3 сондай жоба бар. Кездесуде тілшілер қауымы әрине жаңа өзен жайын айналып өтпеді. Үкіметтік комиссияны басқарған Өмірзақ Шөкеевтің қираған қаланы қалпына келтіру үшін талай жұмыс атқарғаны белгілі. Кәсіпкерлерге қолдау көрсетіліп, зардап шеккендерге жәрдемақы берілді. Бүгінде орын алған оқиғаға қатысты 37 адам жауапқа тартылуда. Сот өтсін, қарасын. Мен ойым, кінәлі адамдардың бәрі өз жазаларын тартуға, өйткені бұл өте үлкен қасірет болды біздің еліміз үшін. Өте үлкен қасірет. Сондықтан жазалы адамдар міндетті түрде өздерінің жазасын алу керек. Жалпы Самұрық-қазына басқармасының төрағасы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін толғандырған әр алуан сауалдарға барынша толық жауап беруге тырысты. Мұнда кездесулер дәстүрге айналмақ.